Ассалаумағалейкум жігіттер, қайырлы кеш, қайырлы түн. Жігіттер, новый инсайт. Жаңа келіп жатқан инсайт. Бөлекбаев Қарағанды облысының әкімі, Астана қаласының әкімі болып келеді дейді. Ненің Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек бір министр болып отырады дейді, бір министерствоға. Точно қандай екені әзірге белгісіз. Роман Скляр Қарағанды облысының әкімі болып кетеді дейді. Лаврентьев бар, бәрі бар. Сол жерде Лаврентьев қазір ана асырылым етуге барды ғой. И кім Скляр сол жерде болады, в общем, бүкіл шайка сол жаққа жиналады. Өздерінің өздері Россияның интересі сол Қарағандыға беру етеді. В общем, өздерінің интерестерін. Сосын утиль первичка. Первичка енді тоже қозғалады ғой енді. Ана утиль алынады дейді. Өйткені Роман Васильевич Скляр жоқ. Новыйдан келген үкімет алып тастайды дейді. Сол жаққа кетеді өз-өзімен, былайша айтқанда шамалы отдаляться етіледі. Кімнің Лаврентьевтің қазір автопроммен, Алюрмен неме интересі жоқ дейді. Алюр компаниясы басқа біреуге сатылып кетуі мүмкін, Смағұловқа или басқа бір үлкен бір қазақстандық кәсіпкерге дейді. Сосын дополнительный цехтар, в общем, автопром строительствосын бәрін басқаша қарайды дейді. Сол жақта ертең президент задача беруі мүмкін, автопромның бүкіл несін задачасын қайтадан қарап шығыңдар деген сияқты новое правительствоға тапсырма. Автопромды қайтадан қарастырып шығыңдар, утилизборды алыңдар, первичканы пересмотреть деген сияқты команда болуы мүмкін. Инсайт сондай. Әзір келіп жеткен жаңалықтар осы. Премьер-министр кім болатын? Ертең примерно главный екі фаворит белгілі болып қалу керек дейді. Ертең арғы до конца недели екі главный фаворит белгілі болады дейді. Тоже инсайттарды алып отырам. Ортаға салып отырам.